Қайырлы күн баршаларыңызға. Мен бүгін сіздерге Каспи Пейде обналичка жасайтындар, яғни ред рассрочка жасап берем дегендерге сіздерге айтар мағлұматым бар. Бұл өте маңызды және соңына дейін тыңдаңыздар. Қажет болса жаңағы туған туысқандардың барлығына жіберсеңіз болады. Яғни Каспи Пей рассрочка жасайым дейтіндер бар, Каспи Пейден приложениесін пайдалану арқылы рассрочка ред жасап берем дейді, обналичка. Онымен қоймай, біреудің ипісін арендаға сұрайды. Яғни ипіңізді арендаға беріңіз, немесе магазин, Каспи магазин болса арендаға алам дейді. Күніне, яғни 50 мың теңгеден. 50 мың теңгеден. Сізге 50 мың теңге берем дейді, кейбіреулер 30 мың дейді, кейбіреулер 100 мың деген сияқты айтылады. Сондай кісілерге ипіңізді вообще бермеңіз. Сіз күніне 50 мың теңгеденге қызығып қаласыз, ал на самом деле сізге соңында төлейтін налогыңыз қанша сума болатынын сіздерге есептеп көрсетемін. Мысалға, сізге 50 мың теңгеден арендаға алды сіздің ипіңізді, және сіздің оборотыңызды 50 миллион суммаға оборот жасап тастады. Мысалға 50 миллион деп алайық. Осы 50 миллионның сіз 1,5% ИПН налогы төлейсіз, және 1,5% соцналогы төлейсіз. Яғни 50 миллионның 1,5% 750 мың теңге ИПН налог, және соцналог 750 мың теңге болады. Сонда екеуі 1,5 миллион теңге. Сіз бір күндік 50 мың теңге алам деп, сіз 1,5 миллион теңге минусқа кіресіз. Және бұл қазір налогтағылар ондайға қарап отырмайды. Олардың міндетті түрде төлемі болады. Сіз бұны міндетті түрде төлеу керексіз, өйткені барлығы үкіметте көрсетіліп тұр. Мінекей. Ал егер 50 миллионнан жоғары жасайтын болсаңыз, яғни 69 миллионнан жоғары жасасаңыз, плюс тағда 12% налогы бар. Яғни 69 миллионның 12%. Соны төлейсіз. Сондықтан ипіңізді ешкімге арендаға бермеңіз, және де ипісін арендаға беріп ақша табам деп қызығып, жеңіл ақшаға қызықпаңыздар. Мен сіздерге қазір бірнеше видеолар, тағда суреттер салатын боламын осыған байланысты. Мен сіздерге просто жазып көрсетіп жатырмын, есептеп қанша суммаға кіретіндеріңіз минусқа. Және бұны көбісі біле бермейді, сондықтан таныс, туыс, достарыңызға барлығына таратыңыздар. Осы видеоны көрсін. Ертең зардабын шегетін өздеріңіз. Сондықтан азғантай ақшаны пайда қылам деп, одан 10 есе, 100 есе минусқа кіріп жүрмеңіздер. Мінекей объявление, рекламалардың түрі осындай болады. Жалға аламын деп. Мынау мысалдар, мысалға міне бағанағы мысал бойынша 50 миллион теңге сауда жасаған. Мына жерлерді асықпай оқып аларсыздар. Менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын батырып, жақындарыңызға таратыңыздар. Пайдаларыңыз тегізіңіздер. Қазға кіріп қор болып жүргенше сауатты болып жүрейік. Баршаңызға рахмет. Тағы бір айтып кететін нәрсе, сіздің атыңыздан кредит рәсімдеуі мүмкін. Яғни 2 миллион теңгеге дейін Каспи ипісі барларға 2 миллион теңге кредит береді. Сіздің атыңыздан кредит алу қаупі бар. Сондықтан ешкімге сенбеңіз, бермеңіз, және мен каналыма тіркеліп кетіңіз. Рахмет.